Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода мен жасөспірімдер олимпиадасының 7-ші сыныптың облыстық кезеңінің есептерінің шығару жолын көрсететін боламын. Енді есептерге бастамас бұрын кішігірім хабарландыру айтып кетейін. Осы бір ай бойы мен қазір 7-8 сыныптарда облыстық олимпиадаға дайындап жатырмын. Яғни жасөспірімдер олимпиадасының облыстық кезеңіне дайындап жатырмын. Соған тек қана 20 оқушы қабылданады. Біздің дайындығымыз басталып кетті. Егер сізде осы жасөспірімдер олимпиадасының аудандық кезеңінен бірінші орын алып, облыстық кезеңге өтіп жатсаңыз, менің осы дайындық курсыма қатыссаңыз болады. Ал ендеше бірінші сабағымыз бастайық. Бірінші есебіміз мынадай. Турист өзен бойымен тұрақты жылдамдықпен қозғалып келе жатқан теплоходтың соңында тұрып, жағалауда бір-бірінен бірдей қашықта орналасқан бағаналарды көреді. Яғни бұл есептің суретін салайын. Айталық, мынау бізде өзен, ортасы өзен. Енді осы жерде бізде теплоход бар. Теплоходтың үстінде адам бар. Және де айтады, адам осы теплоходтың үстінде тұрып, жағада тұрған мұнда бағаналар бар. Сол бағаналарды санай бастайды. Турист бағаналардың бірімен теңескенде, ол бұл бағанды бірінші деп қабылдап, бағандарды санай бастады. Мысалы, бізде айталық, бірінші баған болсын. Одан кейін бағандар санай бастады, және сол уақытта теплоходтың соңынан басына қарай теплоходқа қатысты 2,5 метр жылдамдықпен жүрді. Айталық, өзеннің ағысын мен U деп алайын. Есептің шартында берілген екен. Ағыстың жылдамдығы 1,5 метр секунд. Одан кейін теплоходтың жылдамдығын VT деп алайын, және адамның жылдамдығын V деп алайын. Енді адам өсіп теплоходтың басынан соңына шейін жүре бастайды. Турист 25-ші бағамен жолыққан кезде, оның жүріп өткен жолы теплоходқа қатысты 200 метр. Яғни, бір сөзбен айтқанда, бұл теплоходтың басынан соңына шейін 200 метр жүреді. Бұл теплоходтың ұзындығына тең. Және де сол сәтте турист бірден бұрылып, сол жылдамдықпен қайта кері жүреді. Яғни 25-ші бағанға келді, сол кезден де турист теплоходтың екінші шетіне барды да, кейін бұрылады да кері қарай ағысқа қарсы жүре бастайды. Ал теплоход бағытын өзгертпейді, сол бағытта кетеді, ағынның бағыты да дәл сол бағытта. Енді бізге табу керек теплоходтың суға қатысты жылдамдығы қандай дейді. Ең алдымен жерге қатысты турист қандай қашықтық жүріп өтеді, соны табайық. Мысалы, бізде бірінші баған болсын, мынау 2, мынау 3. Сонда екі бағанның арасын L деп алсам, 25-ші бағанға жеткен кезде бұл қандай қашықтық жүріп өтеді? Ол 24 L деген қашықтық жүріп өтеді. Себебі біз бірінші бағаннан бастаған. Егер 0-ші бағаннан бастағанда 25 L жүруші еді. Біз енді бірінші бағаннан бастағандықтан 24 L болады. Енді туристің жағаға қатысты салыстырмалы жылдамдығын табайық. Сонда барлығы бір бағытта, яғни турист оңға қарай теплоходқа қатысты V деген жылдамдықпен жүреді, теплоходтың жылдамдығы VT және ағыстың жылдамдығы U. Сонда бір бағытта болғандықтан жағаға қатысты жылдамдығы барлығы қосылады. Енді екінші жағдайда оның салыстырмалы жылдамдығы қандай болады? Ол енді ағысқа қарама-қарсы қозғалғандықтан, ол енді жылдамдығы теріс болады. Енді жағаға қатысты олар оңға қозғалады, сол себепті теплоходтың жылдамдығы мен ағыстың жылдамдығын қосам, ал адам кері бағытта қозғалғандықтан оның жылдамдығы азайды. Сөйтіп мен екі жағдайдағы туристің салыстырмалы жылдамдығын таптым. Енді ары қарай шығарайық. Енді бізге табу керек, ол 44 бағанмен теңеседі. Сол 44 бағанмен теңескен кезде ол теплоходтың екінші шетіне жетеді екен. Сонда бірінші жағдайда оның жүріп өткен жол S1 болса, оны жағаға қатысты салыстырмалы жылдамдығын уақытқа көбейтемін. Ал уақытты былай тапсақ болады, ол турист теплоходқа қатысты V деген жылдамдықпен жүреді, сонда теплоходтың басынан шетіне шейін S деген қашықтық жүрсе, ол теплоходтың ұзындығына тең.
Оны біз жаңағы туристің теплоход қатысты жылдамдығын уақытқа көбейтеміз. Осы арқылы біз уақытты тапсақ болады. Сонда т тең болады. Мынаны т1 деп алайын. Бастапқы жағдайда уақыт. т1 сонда s бөлінген v болады. Сонда барлығын орнына қойсам, сонда s1 тең болады. Салыстырмалы жылдамдығы v плюс u плюс vt и көбейтілген s бөлінген v. Бұл бізде бірінші жағдайда жаңағы теңдеу. Айтпақшы бізде S1 бізде тең ғой. Белгілі ғой. S1 бізде 24 L-ға тең. Сол себепті S1-дің орнына мен 24 L деп қоя салайын. Енді екінші жағдайды қарастырайық. Екінші жағдайда турист S2 жағаға қатысты S2 қашықтық жүрсін. Оны табу үшін біз не істейміз? Ол 44 бағанға келеді. Қай бағаннан бастайды? 25-ші бағаннан бастайды. Сонда 44-тен 25-ті азайтамыз. Жағаға қатысты сонда 19 L деген қашықтық жүреді. Бұл қашықтық табу үшін біз туристің жағаға қатысты салыстырмалы жылдамдығын, яғни vt плюс u минус v-ны көбейтем уақытқа. Уақытты дәл бағанағыдай табамыз. Турист теплоходтың екінші шетінен басына барады. Сонда ол қандай қашықтық жүреді? S деген қашықтық жүреді. Оны теплоходқа қатысты жылдамдығына бөлсек уақыт шығады. Сонда осы үш теңдеу жүйесін шешсек, S2-ның орнына 19 L қоямын. Тең болады vt плюс u минус v и t2-ның орнына s бөлінген v қоямын. Сонда менде тағы екінші теңдеу шыға келді. Енді осы екі теңдеуді бір-біріне бөліп жіберейін. S жаңағы. Сонда бұлай болады. 24 L бөлінген 19 L. Тең болады. Оң жағында vt плюс v минус u көбейтілген s бөлінген v. Ал астында, үстінде плюс қой. Астында vt плюс u минус v көбейтілген s бөлінген v. Енді осы жерден көріп тұрсақ, L мен L қысқарады, S пен S қысқарады және V мен V қысқарады. Енді орындарына қояйын. Сонда 24 бөлінген 19 тең болады. Теплоходтың жылдамдығын білмейміз. Туристің жылдамдығы 2,5 метр секунд, ағыстың жылдамдығы 1,5 метр секунд. VT плюс 1,5 минус 2,5. Осы жерден пропорция болады. Сонда 24 көбейтілген VT минус 1 тең 19 көбейтілген VT плюс 4. Сонда жақшаны ашсам 24 VT минус 24 тең болады 19 VT плюс 40 76. Енді VT-ларды сол жаққа жинайын. Сонда 24 VT-дан 19 VT-ны азайтам. Сонда 5 VT қалады. 24 оң жаққа өткені плюс болады. 76-ға 24-ті қосам. Сонда 100 болады. Сонда теплоходтың жылдамдығы шығады. Бізде 20 метр секунд. Теплоходтың жылдамдығын тапқан соң енді L-ді табу оңай. Мен енді мұнда L-ді табу үшін мына теңдеуге қоя салам. Сонда VT менде 20 болды. Плюс 1,5 минус 2,5. S бізде қанша еді? Біз есебін шартым керек. S бізде 200 метр екен. Сонда 200 бөлінген 2,5. И астында бізде тағы 19 бар. Осы жерден L тең болады. Қаншаға? 19 бен 9 қысқарып кетеді. 200-ді 2,5-ға бөлсек, 40, 80. Сонда екі бағананың арасы 80 метрге тең болды. Енді келесі есепті қарастырайық. Екінші есеп мынадай. Жерге Г тәрізді науа түрінде кішкене шұңқыр жасалды, да суреті көрсетілген. Оған екі шарик орналастырды. Бірінші шарик дәл науаның бұрышында, яғни мен бірінші шарик дейін. Екінші шарик сол жағында тұр. Енді екіншісі одан L деген қашықта тұр.
суретте көрсетілген. Және екі шарик ұзындығы түбірасты 2 болатын жіппен жалғанған. Байқап тұрсақ, түбірасты дегеніміз 1,4, сәйкесінше жіптің ұзындығы екеуінің арақашықтығынан ұзын екен. Бірінші жарик V0 1 метр секунд жылдамдықпен тарта бастайды. Яғни V0 суретте көрсетілген. 1 секунд уақыттан кейін екінші шарик науаның бұрышына соғылады. Сонда бізде бірінші шарик қай жерде болады? Мына нүктеде болады. Сонда екеуінің арақашықтығы неге тең болады? Ол әрине жіптің ұзындығына тең болады. Яғни қозғалыс былай болады. Бастапқыда бірінші шарик қозғалады, жіп толығымен қатайғанша, яғни қатты болғанға шейін екінші шарик қозғалмайды. Кейін жіп қатты болған кезде екінші шарик қозғала бастайды. Сонда ол бұрышқа келген кезде екеуінің арақашықтығы жаңағы жіптің ұзындығына тең болады. Так, науаның жеткілікті ұзын және терең екендігі белгілі. Шарлар осы есеп барысында одан шықпайды. Жіп науадан тыс кедергі созыла бере алатындай, науа жеткілікті түрде таяз дейді. Яғни келесі сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші L-дің сандық мәні қандай? Ол үшін мен бірінші шариктің қозғалысын қарастырайын. Оның жүріп өткен қашықтығын табу үшін мен оның жылдамдығын уақытқа көбейтемін. Жаңа айттық, оның жүріп өткен қашықтығы жіптің ұзындығына тең болады. Сонда V0 көбейтілген T0. Осы жерден жаңа L-дің мәні шығады. L-ді былай жазып кетейін. Сонда L тең болады V0 T0 бөлінген түбірасты 2. V0 деген 1, уақыт 1 бөлінген түбірасты 2. Сонда менде 0,7 метр шығады. Так, бірінші шариктің қозғалысы басталғаннан кейін Т уақыттан соң екінші шарикте өз қозғалысын, қанша уақыттан кейін ол өз қозғалысын бастайды дейді. Бұны келесі бетке жазайын. Сонда қозғалыс былай болады. Мысалы, бізде науа болсын. Жаңа айттық қой, яғни жіп қатаймағанша екінші шарик қозғалмайды. Сонда жіп қатайғанға шейін бірінші шарик науаның бұрышынан X деген қашықтық жүріп өтеді. Сонда жіп қалай болады? Жіп екі шарикті байланыстырады. Енді жіптің ұзындығы бізде түбірасты 2L-ға тең. Ал екінші шарикті науаның бұрышына шейін L-ға тең. Так, осы жерден былай табайық. Яғни бірінші шарик X қашықтық жүріп өтеді. Ол қашықтығы неге тең? V0 көбейтілген бір уақытты T деп алайық. Енді мен T-ны уақытты табу үшін мен X-ті табуым керек. Ол үшін мен мына жаңа науаға назар аударсам, менде мынандай тік бұрышты үшбұрыш шыға келді. Оның гипотенузасы түбірасты 2L, бір катеті X, екінші катеті L. Осы тік бұрышты үшбұрыш кезінде біз Пифагор теоремасын қолданаламыз. Сонда түбірасты 2L-дің квадраты тең болады X квадрат плюс L квадрат. Квадраттасақ 2L квадрат. L квадрат сол жаққа өткізіп жіберейін, тең X квадрат. Сонда бізде осы жерден X тең болады L деген мән шыға келді. Енді мына жерде орнына апарып қоятын болсақ, сонда T тең болады X бөлінген V0. Сәйкесінше X менде L-ға тең бөлінген V0. L-ді біз бағана таптық, ол 0,7-ге тең болды. Жылдамдығы 1 метр секунд. Сонда уақыт 0,7 секунд. Сонда 0,7 секундтан кейін екінші шарик қозғалады екен. Так, үшінші шарт, екінші доп қандай бастапқы жылдамдықпен қозғала бастады дейді. Енді негізі білмеймін, мен бұл үшінші шарт, 7-ші сыныптар бұны өтпейді. Бұл негізі 8-9 сыныпта өтетін тақырып еді. Бірақ осы жерде түсіндіріп кетейін. Бірінші былай қарастырамыз да. Мынау бізде жіп. Жіптің екі ұшында бірінші шарик жоғары қарай V0 мен қозғалады, екінші шарик бір V деген жылдамдықпен қозғалады. Енді біз осы екі жылдамдықтың жіптің бойына проекциясын алсақ, яғни мынау бізде Vx деп алсақ, мынау бізде V0x деп алсақ, жіптің екі ұшында бұл жылдамдық бірдей болу керек. Өйткені жіп созылмайды ғой бізде. Сонда Vx пен V0x тең.
Ал енді проекцияны негізі 7 сыныпта өтпейді, олар 9 сыныпта өтеді. Vx дегеніміз бізде мына тік бұрышты үшбұрыш x l-ға тең болғандықтан мына екі бұрыш тең. Бұл сонда бұл 45 градус болады. Сонда Vx дегеніміз ол бізде v көбейтілген косинус 45 болады. Ал v0x дегеніміз v0 көбейтілген косинус 45. Қарап тұрсаңыз косинус 45 қысқарып кетеді да v тең болады v0 деген мән шығады. Яғни екінші шарикте бізде 1 метр секундпен жылдамдықпен қозғалады екен. Яғни осылай негізі жеңіл шығатын жолы осылай. Екінші әрине енді мында қалай айтсақ, үш бұрыштың қабырғалары тең болғандықтан жылдамдықтары да соған сәйкес тең деп енді айтуға болар еді, бірақ оның негізі осы жылдамдықтардың проекциясында жатыр. Жақсы, онда келесі есепке өтейік. Үшінші есеп мынадай. Ыдыстың қабырғасына судың қысымы мен пластина мен қабырға арасына су кірмейтіндей пластина қысылған дейді. Яғни бізде ыдыс бар. Мынау ыдыс. Мынау ыдыстың беті. Осы ыдыстың ішінде бізде пластина бар. Және де пластина мен қабырға арасында үйкеліс коэффициенті берілген. Үйкеліс күші бар, судың тығыздығы берілген, пластинаның өлшемдері бар. Вертикаль өлшем бұл енді өте маңызды, мынау h-қа тең. Қалыңдығы 10 сантиметр дейді. Қалыңдығы, яғни мына қашықтық бізде 10-ға тең. Жоғары қыры 20 сантиметр тереңдікте, яғни судың бетінен мына аралық 20 сантиметр төмен орналасқан. Енді бұның ары қарай несі бар? Ені бар. Енін мен А деп алайын. Енді бізде параллелепипед қой, сол себепті оны енді бұл жерде көрсете алмаймын. Бұл ары қарай экранға бағытталған. Енді бізге пластина материалының тығыздығын мәні қандай шектерде болуы мүмкін дейді, соны табу керек. Бірінші мен пластинаға әсер ететін күштерді анықтайын. Қандай күштер әсер етеді? Ең бірінші әрине оң жағында су болғандықтан су не істеді? Бір қысыммен жаңағы пластинаны қабырғаға қысады. Екіншіден төмен қарай бізге ауырлық күші бар. Және де бұл енді судың ішінде болғандықтан жоғары қарай Архимед күші бар. Және де енді сол жағында қабырға тұр. Қабырға оны оңға қарай бір реакция күшімен әсер етеді. Енді бұны тіректің реакция күш деп атаймыз, немесе нормальды күш деп айтуға болады. Және де бізде тағы бір күш бар, ол үйкеліс күші. Енді біз үйкеліс күші негізі қозғалысқа қарсы ғой. Ал мұнда қозғалыс белгісізден, бұл тыныштықта тұр. Сол себепті үйкеліс күшінің бағытын білмейміз. Сол себепті біз екі жағдайды қарастырамыз. Бірінші жағдайда үйкеліс күші жоғары бағытталады, екінші жағдайда үйкеліс күші төмен бағытталады деп аламыз. Мысалы, жоғары бағытталған кезде онда пластина тепе-теңдікте тұрса, онда Архимед күші плюс үйкеліс күші тең болады, төмен қарай бізге ауырлық күші әсер етеді. Мен қазір вертикаль бағыттағы күштерді қарастырып отырмын. Жоғары қарай Архимед күші мен үйкеліс күші әсер етеді, төмен қарай ауырлық күші әсер етеді. Үйкеліс күшін қалай анықтаймыз? Үйкеліс күшінің формасы бізде неге тең? Үйкеліс коэффициентін жаңа нормальды күшке көбейтілгенге тең. Нормальды күшті қалай қарастырамыз? Ол үшін мен горизонталь бағыттағы күштерді қарастырамыз. Ол жерде оңға қарай n әсер етеді, солға қарай жаңағы судың қысым күші әсер етеді, F. Сонда мен n-ді табу үшін, яғни үйкеліс күшін табу үшін n-ді табуым керек, n-ді табу үшін F-ті табуым керек. Ал қысым күшін қалай анықтаймыз? Қысым күшін анықтау үшін мына пластинаға әсер ететін жаңа судың гидростатикалық қысымы бар ғой. Соның орташа мәнін, өйткені ол ең жоғары жағында басқа мәнге тең, ең төменде басқа мәнге тең. Соның орташа мәнін аламда оның жаңағы ауданына көбейтемін. Ауданын бірден анықтайық. Ауданын анықтау үшін мен істеймін? Биіктігін оның еніне көбейтемін. Ені бізде А-ға тең деп алдық жаңа. Ал енді қысымды қалай анықтаймыз? Мына жерде суретін салатын болсам, пластинаның жоғары жағында қысым P1, төмен жағы P2 деп алсақ. P1 бізде неге тең? Гидростатикалық қысымды білеміз ғой, бұл ρ H-қа тең. Яғни судың бетінен
пластина жоғары жағына шейінгі тереңдік h-қа тең. Ал P2 неге тең? Ол енді судың бетінен ең төменгі нүктесіне шейінгі тереңдікті аламыз. Ол бізде h плюс h-қа тең. Сонда ρg h плюс h болады. Сонда жаңағы қысымның орташа мәні мынаған тең болады. Яғни ең жоғары жағындағы аз мән болады, төмен қарай арта береді. Сол себепті орташа мәнін анықтау үшін екеуін қосамда 2-ке бөлемін. Сонда ρgh плюс ρg h плюс h бөлінген 2. Енді мен бұл есептің жаңағы шығару жолын қараған кезде бұл есепті құрастырған кісілер шығару жолында бір қате бар екенін анықтадым. Яғни ол кісілер тек қана мына ρg h плюс h бөлінген 2 деп шығарып кеткен. Ол қате. Себебі бұл жерде біз екі мәнді аламыз. Жоғарғы мән мен төменгі мән қосып 2-ке бөлеміз. Сол себепті ол кісілердің жауабында қате бар. Енді орташа мәнін таптық. Енді күштерді тапсақ болады. Келесі бетке жасайын. Сонда бізде нормальды күш тең болады жаңағы судың қысым күшіне тең. Қысым күші ол жаңағы бізде ρg, судың қысымы h плюс h, 2h болады, бөлінген 2 көбейтілген аудан. Ауданын біз жаңағы a көбейтілген h деп алдық. Енді біз үйкеліс күшін таба аламыз. Сонда бәрін орнына қойсақ. Енді Архимед күші неге тең болады? Судың тығыздығын, судың ішінде толық батқандықтан жалпы көлемін аламын. Жалпы көлемі неге тең? А енін көбейтемін биіктікке, көбейтемін қалыңдыққа. Көбейтілген G болады. Бұл Архимед күші. Плюс үйкеліс күші бізде μ көбейтілген ρ, G, A, H және 2H плюс H бөлінген 2-ке тең болады. Тең болады бұл ауырлық күшіне тең. Ауырлық күшін массаны G-ға көбейтеміз. Масса неге тең? Жаңағы пластинаның тығыздығын көлеміне көбейткенге тең. Ал көлемі бізде A көбейтілген H көбейтілген D болады. Көбейтілген G. Осы жерден қысқаратынын қысқартайық. Біріншіден барлық жерде G бар. G-ді қысқартып жіберсек болады. Одан кейін бізде A бар. A-ны да қысқартып жіберсек болады. Және де үлкен H бар. Оны да қысқартып жібере аламыз. Сонда менде ρ тең болады мынаған. ρ плюс μ көбейтілген. Мына жерде біз судың тығыздығын аламыз. ρ 2h плюс h. Амда d қал кетіп тұр. ρ көбейтілген d и бөлінген 2. Так, мына жерде тоже d бар. Енді d-ға қысқартып жіберсек, сонда мынандай болады. ρ тең болады ρ плюс μ көбейтілген ρ 2h плюс h бөлінген d. Жаңа айттық, енді үйкеліс күшінің бағытына байланысты. Жоғары болғанда біз қостық, төмен болса азайтамыз. Сол себепті мына жерде плюс минус деп алайын. Судың тығыздығы бізде 1000-ға тең плюс үйкеліс коэффициентінің және биіктіктерін бір қарап алайын. Үйкеліс коэффициент 0,2, үлкен биіктік 40 см, кіші 20 см. Сонда d 10 см. Сонда 0,2 көбейтілген 1000, үстінде 40 плюс 40, кешірім, біз метрмен аламыз ғой. Негізі қысқарып кетеді, өйткені қалыңдықты сантиметрмен алса болады. Так, жарайды. 0,4 плюс 0,4 бөлінген, мында 2-ні ұмытып кеттім, 2 көбейтілген 0,1. Так, сонда қысқартатын не бар мында? 0,2 мен 2 қысқарады. Сонда мында плюс минус деп жазып жіберейін. Сонда ρ тең болады 1000 плюс минус 0,8 көбейтілген 1800. Сонда бірінші мәні мынандай болады. Егер плюс алсақ 1800, минус алсақ 200. Сонда 200 килограмм метр кубпен одан тең немесе жоғары болады.
немесе кіші не тең 1800 килограмм метр куб. Сонда осы екі аралықта болады екен. Келесі есепті көрейік. Так, енді есептің шартын оқымай ақ қояйын. Яғни мына жерде бізде мынандай не бар? Құрылғы бар. Сол құрылғы арқылы біз не істейміз? Шелекті құдықтан шығарамыз. Осы жерде бізде радиусы берілген, қашықтық берілген, D деген 30 сантиметр. Бізге табу керек, шелекті баяу көтеру үшін темірлан шарға қандай күшпен әсер ету қажет. Ол үшін былай істейік, яғни бізде мынау кәдімгі иін тірек сияқты қарастырсақ болады. Сонда оң жағында F деген күш әсер етеді. Мына бізде тірек нүктесі дейік. Мына жағында, сол жағында бізде жаңағы су бар ғой, судың ауырлық күші. mg. Так, сонда мына қашықтық бізде d-ға тең, мына қашықтық менде r-ға тең. Енді иін тіректің формасы бойынша F, яғни күш моменттері тең болады ғой. F көбейтілген d тең болады mg көбейтілген r. Массаны қалай табамыз? Тығыздықты көлемге көбейтеміз. Осы арқылы күштің мәнін анықтайды. Сонда бізде F тең болады mg көбейтілген r бөлінген d болады. Так, масса тығыздықты көлемге көбейтем, gr бөлінген d. Так, орнына қойсақ, судың тығыздығы 1000. Так, көлемі қанша еді? Так, көлемі бізде 5 литр. D30, R15. 5 литр дегеніміз 0,5 метр кубке айналдырамыз. G-ді 10 деп алайын. R менде 0,15, D менде 0,3. Осы жерден F-тің мәні шығады. Так, 0,3, 0,15. Екеуін қысқартсақ болады, 2 қалады. 5, 50, 50 бөлім, сонда 25 ньютон шығады. Күштің мәні осыған тең болды. Енді екінші жағдай бар. Енді екінші жағдай сәл күрделірек. Енді екінші жағдайда былай болады. Шелекті көтеру кезінде қандай жұмыс жасады, оны анықтап жіберейік. Яғни жұмысты біз екі формамен анықтаймыз. Біріншісі ол энергияны өзгерісіне тең, екіншісі күштің жаңағы орын ауыстыруға көбейту арқылы анықтасақ болады. Біз енді жаңа жіп қанша метр оралатынын білмейміз ғой, сол негізі анықтауға болады. Немесе екінші оңай жол энергияның өзгерісі арқылы анықтасақ болады. Яғни ең соңында шелекті құдықтан көтереді. Сол кезде ең жоғары жағында оның потенциалдық энергиясы болады. Және ол жерде шелек қозғалмайды, кинетикалық энергия болмайды. Ал бастапқыда біз енді биіктікті жаңағы нүктені құдықтың түбі деп алдық та. Ол жерде потенциалдық энергия болмайды, кинетикалық энергия болмайды. Сонда менде жұмыс mgh-қа тең болады. Сонда массасы жаңағы 1000-ды 0,5 көбейтсек 5, g 10-ға тең, и h бізде қанша еді? 8 метр екен. 8-ге көбейтем. Сонда менде 400 джоуль болады. Яғни ол жоғары көтеру үшін 400 джоуль жұмыс атқарады. Енді екінші жағдайын қарастырайық. Темірлан шелекті құдықтан көтере берген кезде не істейді? Тұтқан босатып жібереді. Яғни шелек төмен қарай құлайды. Шелек тез арада арқанды тарқата отырып төмен құлайды. Темірлан дейді шелек құдық бетінен 3 метр биіктікке төмен түскен кезде шығырдың тұтқасын әрең ұстап қалады, және шелек баяулағанша және ол тоқтағанша F' тұрақты күшмен қатты тарта бастайды. Шелек құдықтағы суға құлап кетпеу үшін қандай жұмыс жасау қажет? Яғни бұл жерде біз жұмысты былай анықтай аламыз. Мысалы, бізде құдықтың беті бізде h-қа тең. Ол құдықтан кішкентай h деген биіктікте әсер ете бастайды. Кейін ең соңында төмен түседі. Осы кезде былай тапсақ болады. Жаңағы рычагтың формасын қолданамыз. F көбейтілген
жаңағы d тең болады. Енді сол жағында бұл жерде енді күш ауырлық күшіне тең болмайды. Бұл жерде күшті мен жіптің керілу күші деп ала берейін. Сол жіптің керілу күшін r-ға тең болады. Яғни біз қазір осы арқылы біз жіптің керілу күшін анықтаймыз. Сонда ол f көбейтілген d бөлінген не болады? r-ға. Енді осы жіптің керілу күші не істейді? Оны сол нүктеден бастап ең құдықтың түбіне түскенге шейін жұмыс жасайды. Сол атқарған жұмысы неге тең болады? Осы күшті біз неге көбейтеміз? Орын ауыстыруына көбейтеміз. Орын ауыстыру бізде h минус h-қа тең, яғни мына аралыққа тең. Сонда a тең болады f көбейтілген d бөлінген r и h минус h-қа тең. Бізге енді f' деп алайын, өйткені бұл жерде күштің мәні басқаша болады. Екінші жағынан бұл жұмыс неге тең? Екінші жағынан бұл жұмыс, енді бұл нүктеде оның потенциалдық энергиясы болады және кинетикалық энергиясы болады. Ең жоғары нүктесінде тек қана потенциалдық энергия болды. Сол себепті бұл атқарылған жұмыс толық механикалық энергия бар ғой, mgh. Осы нүктеде осы толық механикалық энергиясы болады, ал құдықтың түбіне түскен кезде ешқандай энергия болмайды. Сол себепті 0 деп аламыз. Сонда осы екі жұмыс тең болады. Сонда f', яғни f' көбейтілген d бөлінген r деген жаңа күштің атқаратын жұмысы. Ал екінші жағынан бұл жаңағы толық механикалық энергияға тең болады. Осы жерден f'-ті тапсақ болады. Масса шың 5 кг, g 10-ға тең, h бізде қанша еді? 8. Көбейтілген r деген 0,15. Астында d деген 0,3. Мынау 8-ден 3-ті азайтын 5 болады. 5 пен 5 қысқарады. Мынау 2. 82 бөлім. Сонда f' менде 40 ньютон. Сонда 40 ньютон әсер еткенде ғана ол баяулап тоқтағанға шейін жаңағы шелекті төмен түсіре алады екен. Келесі сеп. Бізде мынандай ғалым дейді, қара құрдым зерттеген. Қара құрдым маңызды сипаттарының бірі оқиғалар көкжиегі бетінің радиусы r дейді. Яғни r деген бізде радиус, өлшем бірлігі метр болады. Алайда кітаптағы сияның бір бөлігі жоғалып кетті дейді. Кітаптан теңдеу толығымен қарастырылмаған. Мәтіннің бір бөлігін түсінен кейін жас физик оқиға көкжиегі бетінің радиусын келесі түрде жазған. Яғни мына жерде жұлдызша тұр ғой. Бұл жұлдызда дұрыс көрінбеген кейбір бүтін сандар. Бұны мен енді білмеймін. Сол себепті мына бірінші жұлдызшаны x дейін, екінші жұлдызшаны y дейін, үшіншіні z дейін. Бізге мақсатымыз осы x, y, z-ті табу керек. Физикалық шамал туралы білімді қолдана отырып, яғни бізде өлшемділік талдау деген бар да. Яғни бұған дейін біз формула қойып есеп шығардық, ал бұл жерде сәл әдіс бар, ол басқаша болады. Оны қазір сіздерге көрсетемін. Өлшемділік талдауды қолдана отырып, сіз кітап бетіндегі көрінбей қалған бөліктерді табыңыз, яғни x, y, z табу керек. Формуладағы тұрақтылар төменде көрсетілген, өлшем бірліктері берілген. Бұл өте маңызды. Бізге қазір өлшем бірлігі арқылы шығарамыз. m деген қара құрдым массасы, яғни өлшем бірлігі килограмм болады. Сонда мына формуланы мен өлшем бірліктер арқылы жазсам. r деген радиустың өлшем бірлігі метр. Тең болады 2 көбейтілген s деген бізде метр көбейтілген секундтың -1 дәрежесі болды. И оның дәрежесі x. G деген бізде енді мына жерде ньютон бар да. Негізі ньютонды біз килограмм метр секунд квадрат деп жаза аламыз. Яғни ньютон, 1 ньютон дегеніміз килограмм көбейтілген метр и бөлінген секунд квадрат, немесе секундтың -2 дәрежесі. Сонда бұл жерге мен былай жазсам болады. G деген метр квадрат көбейтілген ньютон бізде килограмм көбейтілген метр секундтың -2 дәрежесі. G болды. Енді бұның дәрежесі -2. Дәрежесі y. Көбейтілген m деген бізде килограмм. Килограмм дәрежесі z. Сонда қарайық.
Мысалы мына жерде енді метр деген бұның дәрежесі 1 деген сөз. Мына метрдің алдында мен былай да жаза аламын да. Мысалы бізде негізі қарасаңыздар 3 өлшем бірлік бар: метр, секунд және килограмм. Сонда мен мына жаққа былай жазсам болады: килограмм және секунд деп жазсам болады. Бірақ бұл сандар 1 болу үшін не істеймін? Оның дәрежесін 0 деп аламын да. Себебі кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Сонда менде мына формула өзгермейді. Енді мен бірінші метрден бастайын. Мысалы, енді мен қазір тек қана дәрежелерді қарастырамын да. Мысалы, метр 1 дәрежесі, мына жақта метрдің дәрежелерін жазып шығамын. Сонда метрдің 1 дәрежесі, яғни теңдеудің сол жағында 1 болады. Мына жақта метр, енді 1 деген дәреже ғой. 1 көбейтілген x, яғни x болады. Енді білесіздер, екінші, мұнда метр 2 дәреже және 1 дәреже, 3 дәреже болады. Сонда метрдің кубы көбейтілген, тағы y дәреже бар, сонда метр куб болады. Сонда енді білесіздер, дәреже екі санның, мысалы ax көбейтілген ay-ті біз ax плюс y деп жаза аламыз ғой. Сол сияқты мына жерде біз арасында плюс болады. Так, 2 минус 1, 3y болады. Так, мына жерде қарасаңыз, килограмм жанында метр жоқ. Сол себепті бұл жерде мен не деп жазамын? 0. Оны жазбаса да болады. Так, келесі енді мен секундты алайын. Теңдеудің сол жағында 0. Оң жағында секундтың минус 1 дәрежесі көбейтілген x, яғни минус x болады. Мына жақта секундтың минус 2 дәрежесі y, минус 2 y болады. Басқа жоқ сияқты. Және де мұнда үшінші секунд жоқ. Так, енді төртінші жағдай килограммды қарастырайық. Дәрежесі 0, теңдеудің сол жағында 0 болады. Так, мына жақта x-тің дәрежесі жоқ, яғни 0 болады. Мына жақта килограмм 1 дәреже көбейтілген y, сонда просто y болады. Және мұнда плюс z болады. Так, осы жерден енді осы 3 теңдеуді шешеміз. x плюс 3y тең 1-ге, минус x минус 2y тең 0-ге, y тең z. y плюс z тең 0-ге. Келесі бетке жазайын. Жаңа 3 теңдеуді жазайын. x плюс қаншады? 3y тең 1-ге. Минус x минус 2y тең 0-ге. Және y плюс z тең 0-ге. Бір тексеріп алайын. x минус 2y, y плюс z. Так, осы жерден біз y тең минус z екен анықтай аламыз. Сонда мына жерге y-тің орнына минус z-ті қойсам, сонда x тең минус 2y қой. Минус 2, y тең минус z. Сонда минус 2 минус көбейтілгені плюс болады, 2z болады. X таптық, y таптық. Енді мына жерде орнына қойсақ болады. X плюс 3y. 3 минус z-қа тең 1-ге. Және x тең 2z-қа, сонда x-тің орнына 2z қойсам болады. Сонда 2z минус 3z тең 1-ге. Сонда минус z тең 1-ге. Значит, z дегеніміз бізде минус 1-ге тең болды. Так, енді келесі, енді x-ті тапсақ болады. Сонда x бізде минус 1, значит, минус 2-ге тең болады. X таптық, енді y тапсақ болады. Сонда y тең болады бізде минус z. Минус z, z-іміз минус 1-ге тең, сонда y тең 1-ге болады. Сонда ең соңында жаңағы форма шыға келеді. Сонда r тең болады бізде 2, қандай еді? 2 cgm. 2 cgm.
Енді орнына қойсақ, с деген x дәрежесі минус 2 болады. G-дің дәрежесі y 1-ге тең болады. И m-ның дәрежесі z минус 1. Сонда r тең болады, мынандай шықты. 2g бөлінген m с квадрат. Біз енді салмақсыз және созылмайтын жіптерден, серіппелерден және массасы 2 кг жүктен тұратын жүйе көрсетілген. Жүк төбеден қандай қашықтықта ілінетінін ортаңғы жіптің ұзындығына тәуелді түрде табыңыз дейді. Серіппелер бірдей және салмақсыз созылмаған күйде ұзындықтары 10 см дейді және қатаңдығы 100 Нм. Еркін түсудегі 10 метр/секунд квадрат. Енді бірінші бізде үш жағдайды қарастырайық. Жіп созылмаған жағдайда. Бірінші, мына серіппелер қандай қашықтыққа созылады, соны тауып алайық. Яғни бұл жаңағы қалай айтсақ, бірінші жағдайда жіптер созылмай тұрған кезде олар тізбекті жалғау болып саналады. Сол тізбекті жалғау кезінде қандай қашықтыққа ұзарады екен. Яғни оны былай табамыз. Сонда дельта L тең болады mg бөлінген k-ға тең. Сонда әр қайсысы дельта L қашықтыққа не істеді? Ұзарады. Бірден енді есептеп жіберейік. Масса бізде қанша? 2 кг. 20 бөлінген 100. Яғни дельта L сонда бізде 20 см болады. Сонда бірінші жағдайда жіп ұзармаған кезде, x-та ұзармаған кезде, әр y тең болады бізде L плюс дельта L-ға тең. L деген серіппенің ұзындығы. Оған серіппенің ұзаруын қосамыз. Сонда 10 см плюс 20, сонда 30 см. Бізде әр қайсысы 30 см ұзарады. Бізде 2 серіппе бар ғой, сонда бізде жалпы 60 см болады. Енді екінші жағдай. Енді жіп не істейді? Ұзара бастайды. Ең соңында не істейді? Қатаяды. Сол қатайғанға шейінгі аралықты табайық. Бұл енді жіптің ұзындығы 35 см ғой. Сол кезде жіп қатайған кезде x неге тең болады? X тең болады. Енді қарайық. То есть, мынаның барлығы жіптің ұзындығы болады. 35 см. Сонда 35-тен азайтамын нені? Серіппенің ұзаруы. Серіппе ол ұзаруы өзгермейді. Ол қанша болады? Бізде 30 см-ге тең. Сонда x тең болады бізде сонда қанша? 5 см. Сонда y неге тең болады? Екінші жағдай y. Бірінші жіп толық ұзарды, яғни мына жіптің ұзындығын аламыз, 35. Плюс жіп енді мына жерге шейін ғой, ары қарай нені аламыз? Мына серіппенің ұзаруы. Серіппенің ұзаруы бағана таптық қой, 20 см плюс 10, 30 см. Плюс 30. Сонда қанша болады? 30 плюс 35, 65 см болады. Екінші жағдай жіп толық созылған кезде 65 см. Енді үшінші жағдай бар. Енді не істеді? Жаңағы жіп енді ұзармайды. Сол себепті бірінші серіппе не істеді? Төмен түсе бастайды. Яғни бір сөзбен айтқанда мынандай болады. Бірінші серіппе төмен түседі. Астында жіп бар ғой, x. X болады. Ал енді ана жіптің ұзындығы, көкпен белгілеп қойын, 35 см өзгермейді. Ол екінші серіппені ұстап тұр. Екінші серіппе бізде былай тұр. Және мынау былай жасайық. Былай болады. Енді қарап тұрсаңыздар, мына жерде сонда мына жалғау бізде уже параллель болып қалады. Өйткені мына жағында x бар, мына қашықтық бізде серіппенің ұзаруы L плюс дельта L болады. Ал оң жағында екінші, яғни екеуі уже параллель жалғанып қалады. Параллель жалған кездегі жаңағы дельта L-ді қалай табамыз? Ол mg бөлінген. Енді параллель жалған кезде жалпы қатаңдық неге тең болады? Қосылғанға тең болады. K плюс K-ға тең, яғни 2K болады. Сонда дельта L тең болады mg бөлу 2K болады. Так, бізде массасы 2 кг 20 бөлінген 200. Яғни 0,1 метр немесе 10 сантиметр.
сонда серпе 10 сантиметрге ұзарады. Енді осы жерден біз енді x-ті табайық. Сонда x неге тең болады? Так, мынаны сәл кішкене дұрыс болмай қалды. X сәл былай болады, X былай болады. Мына жерге шейін. Сонда қарасақ, мынау бізде 35 сантиметр, жіптің ұзындығы. 35 тең болады. Сол жағында серіппе бар. Серіппенің ұзаруы L плюс дельта L. Яғни өзінің ұзындығы 10, тағы 10 сантиметр ұзарады, уже 20 сантиметр. Плюс X. Сонда бізде X неге тең болады? 35-тен 20-ны азайтам, 15 сантиметр болады. Болды, яғни X 15 сантиметр үшін ұзарады, ары қарай X ұзармайды. Сонда жалпы мына жоғары жақтан төмен қарай Y неге тең болады? Сонда Y тең болады. Мына аралық бізде 35 плюс екінші серіппенің ұзаруы. Екінші серіппенің ұзаруы 10 сантиметр, және серіппенің бастапқы ұзындығы 10, соны 20 болады. Соны жалпы 55 сантиметр болады екен. Қарасаңыздар, сонда Y басында артады, кейін өзгермейді, кейін наоборот кемейді екен. Енді осымен біздің есептер талдау видеомыз соңына жетті. Егер осы видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып, жаңа достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.